Омар, Хазірет Омар бір адамды көреді жолда, бір жүзім, жерге құлаған жүзімді қолға алады, айқайлап тұр екен дейді. Мынау кімнің жүзімі дейді. Мынау кім жүзімді жоғалтты дейді. Соны Омар көреді, жазалайды екен. Дүре соғады оған. Ана адам айқайлаған үшін біреудің иесін іздеп отыр, мына жүзім кімдікі деп. Сол істеген үшін айқайлаған үшін Омар дүре соғады екен. Содан кейін айтады: "Инна минал вараи ма юмқиту Аллаху алейхи." Сондай дейді, тақуалық бар дейді, өзінше тақуалық қой бұл. Ана адам кісі өзінше мен тақуамын, мына біреудің несі ғой, жүзімі дейді, тамағы. Соны да қайтару иесіне деп соны айқайлаған дейді. Бұл тақуалық Алла жек көреді дейді. Қалай оны жек көреді дейді ондай нәрсені? Себебі дейді, мағынасы көбінесе осындай адамдар мына кішкентай нәрсені жаңағы кімнің бұл зат жаңағы соны бір тиынды көріп, кімнің тиыны деп айтып жүзім сияқты, соны кімнің заты деп айтып отқанда деп, сол кезде ол адам дейді жасап отқанда мақсаты дейді рия жасау дейді. Елдерге көрсету дейді. Мен қараңыз қандай мен тақуамын дейді, жаңағыдай затты қайтарам, аманатты біреудің затын деп. Сол арқылы рия жасау дейді, атақ дейді өзіне жасап алу. Елдер оны мақтап, мына тақуа кісі қандай бір нәрсесін біреудің затын алмайды екен, соны қайтарам дейді. Кішкентай нәрсе, ұсақ нәрсені дейді. Себебі мынандай ұсақ нәрседе жасаса дейді, ол сондай дейді. Ол адам егерде үлкен бір нәрсе болса зат, онда дейді басқаша. Мына ұсақ нәрсе, ол кезде ол сол көрсетіп жатыр, мен сондаймын дейді. Өз жерде дейді, ол мақсат, ондай көбінесе дейді, мақсат рия жасау дейді. Атақ үшін дейді, көрсету, өзін тақуа деп көрсету үшін дейді. Сол бұл енді сөзінде бір мақсат, бұл хадистің Омардың риуаят, сондай адамдар бар, өзін өтірік, жалған тақуа болып көрсеткісі келеді. Ол бірақ шын тақуа екенін біле алмайсыз. Осындай кішкентай амалдармен, кішкентай бір істер бар, ол әр адам қолынан келетін істер. Сол істермен былай жасайды, сосын соны афиша жасайды. Былай көрсетеді, мынаны істедім, ананы істедім. Сол арқылы өзінде мақсат дейді, рия жасап, тақуа екенін көрсету дейді. Жалған тақуалықты Алла Тағала жек көреді деп Омар айтады, радиаллаху анху.